ауру бірте-бірте дамиды, сондықтан оның алғашқы белгілері өте кеш байқалып жатады. Соның ішінде 5-10 жыл ішінде көрінуі мүмкін. Тексеру барысында байқалатын белгілер бет әлпеттің, қол-аяқ буындарының үлкейіп деформациялануы байқалады, қан қысымының жоғарылануы, жиі бас ауруы, сол сияқты әйел адамдардағы этикар циклының бұзылыстары байқалады. Жалпы орта жас 40-50 жас аралығын құрайды, бірақ қазіргі таңда гипофиз аденомасы көпшілігінде кездесіп жатыр. Сондықтан бұл ауру жасталмайды деп айта аламын. Ауруды диагностикалағаннан кейін, яғни қарап тексергеннен кейін, арнайы биохимиялық қан талдауларына жіберемін. Сонымен қатар инсулинтиптік өсу факторына анализдер тапсыру қажет. Одан кейін барып инструменталдық зерттеулерге жібереміз, яғни соның ішінде компьютерлік томография және бас миының МРТ-сін жасау қажет болады. Бұл науқастың анализдерінен өсу гормонының 2 есе ұлғайғанын анықтадық. Сонымен қатар арнайы барлық зерттеулер жүргізілді. Соған байланысты оперативдік араласу жүргізілді.